Каналға қош келдіңіздер. Бүгін жаңа шығарылым, сондықтан да видеоны барынша қолдап, лайк басып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Баршаңызға үлкен рахмет. Қолға су құю. Қазақ халқында үйге қонақ келгенде жас баланың қолына құман беріп, мойнына сүлгі асып, ас жердің алдында қонақтардың қолына су құйғызатын дәстүр бар. Аңыз бойынша бұл дәстүр Сүлеймен пайғамбардан қалған деседі. Дәуіт пайғамбар 30 ұлынан айырылғаннан соң қайғыдан қанжытады. Құдай оны жұбату үшін оған тағы бір ұл сыйлайды. Дәуіт ұлды болардың қарсаңында Жебірейіл періштеден уақия келеді. Әй Дәуіт, Тәңір саған бір ұл нәсіп етеді, бірақ шарты сол, ол баланың қызығын 9 жыл ғана көресің. Осыған ризасың ба, дейді. Дәуіт іштей қынжылса да, Жаппар иемнің әміріне не қылса да ризамын, деп келіседі. Көп ұзамай Дәуіт ұлды болып, есімін Сүлеймен қояды. Дәуіт патша болғандықтан оның сарайына күн сайын 100-деген адам қонаққа келеді екен. Сол кезде 7 жасар Сүлейменді бір қолына құман, бір қолына сүлгі ұстатып, сарайдың алдында қызметке қояды. Бала күні бойы кірген шыққан қонақтардың қолына су құйып, алғысын алады. Оның адал қызметіне риза болған қонақтар: «Ғұмыр жасың ұзақ болсын, Құдайдың сүйікті құлы бол, басыңнан бақ, астыңнан тақ кетпесін, әділ патша бол, екі дүниенің сырын біл, дұшпаныңа қатал, досыңа адал бол, ғалым бол», деп 99 түрлі тілек айтып бата береді екен. Арада 15 жыл өтеді. Сүлейменнің бұғанасы бекіп, қабырғасы қатайып, ойы да, бойы да өсіп, азамат болып ер жетеді. Бір күні Дәуіт Тәңірісіне: «Уа Жаббар ием, маған ұлыңның қызығын 9 жыл ғана көресің деп едің. Бұл не хикмет?» деп сұрайды. «Ұлық Алла, рас айтасың. Сүлейменнің пешенесіне 9 жылдық ғұмыр жаздым. Бірақ зерек ұлың қонаққа қызмет етуден шаршамады. Ақсақалдардың батасын алуға құмар болды. Күн сайын адамдар оған менің 99 есімімді айтып, шын жүректен алғыс жаудырып батасын береді. Көптің алғысымен оның ғұмыр жасы ұзарады. Халықтың тілегін қабыл етпеу ұлықтығыма сын болар. Бүгіннен бастап Сүлейменге 99 түрлі мұғжиза беремін. Жердегі бүкіл тау тас, аң құс, 18 мың ғаламға патша қыламын», дейді. Содан бастап Сүлейменге дарымаған керемет қалмапты деседі. Осыған орай Сүлейменде су құйған, су иесі Сүлеймен деген сөздер ел арасында таралыпты. Қазірде қазақ халқы үйге қонақ келгенде жас баласының қолына құман мен сүлгі беріп, «Үлкен кісілердің батасын ал» деп су құйғызады. «Батаменен ел көгерер, жаңбырменен жер көгерер» деген тәмсіл сөз Сүлейменнен қалған екен. Қонақтың қолына құман мен су құюға байланысты ел аузында мынандай бір хикая сақталған. 1945 жылы соғыстан қайтқан бір жауынгер еліне келіп, ас беріп, Құран оқытады. Жауынгердің өзі қонақтардың қолына су құйып, бәйек болып құрақ ұшады. «Беріңіз аға, мен құяйын» деген жас балаларға кезек бермепті. Қонақтар үйлеріне қайтқаннан соң жауынгер ауырып төсек тартып жатып қалады. Көңілін сұрай келген ағайындарына ол былай дейді: «Майданда жүргенде Құдайдан күндіз-түні: Уа Тәңірім, тек туған жеріме аман жеткізе көр, жат жерде өлуден сақта, ата мекеніме табаным тигесін, жанымды алсаң ризамын» деп тілеуші едім. Дұғам қабыл болып, отанға аман есен оралдым. Ел ішінде ұзақ жасағымда келді. Көптің батасын алсам, бір шарапаты тиер ме деп құманмен де өзім су құйдым. Бірақ батаны аямай жаудырған жұрт: «Ғұмырың ұзақ болсын, 100 жаса» деп бір тілек айтпады ғой. Егер осылай дегенде Тәңірі тағала көптің тілегін қабыл етіп, өмірімді ұзартар ма еді? Кім білсін. Амал нешік? Енді қайтып басымды көтермеспін. Себебі соғыста елге жеткен соң жанымды алсаң ризамын деген сертім бар еді. Сол сертім жібермеді, білемін, депті.
Содан көп ұзамай өзі де дүниеден өтіпті. Азан шақырып ат қою. Құран кәрімде Тәңірі тағала адамды топырақтан жаратып, барлық мақұлыққа орынбасарын тамашалауды бұйырды деп жазады. Періштелер жиналып адамды айналып қарап көріпті. Сол кезде Ібліс лып етіп адамның мұрнынан кіріп, оның бүкіл дене мүшесін, ағзаларын, қан тамырын аралап қайта шығыпты. Сосын періштелерге: бұл мақұлық ұлық Тәңірге орынбасар болуға лайық емес, дейді. Неге деп сұрайды періштелер. Себебі бұның тәні ас ауқатқа, ұйқыға, қызық рахатқа тәуелді. Тез шаршап, тез қартаяды. Суыққа тоңғақ, ыстыққа қаталғыш. Қарны ашып, ұйқы қысқанда жыртқышқа айналады. Одан бөлек көңілі атақ даңқ, мансап билікке тез мас болады екен. Жылтыраққа көрсе қызар, дүние мүлікке тойымсыз, әйелге шыдамсыз, құмарлығын қандыру үшін күнә жасап, қылмысқа тез ұрынады. Шектен шыққанда қан төгіп соғыс ашады. Мұның бізден артық жерін байқамадым. Тек түсініксіз бір нәрсе бар, дейді Ібліс. Періштелер сонда: ол не деп сұрайды. Ібліс сонда: кеудесінің сол жақ тұсында жұдырықтай жүрегі бар. Сол жүрекке кіре алмадым. Ішінде не бары белгісіз, құпиясын бір Алла өзі біледі, дейді. Періштелер сонда: адамның құлағы, көзі, мұрны бар екен. Осы сезім мүшелері арқылы Құдайдың хикметтерін танып білсе керек, дейді. Ібліс алақанымен адамның құлағын сипайды да: мұның құлағын хаққа керең қылдым. Енді құлағымен дүниенің ғана сөзін еститін болады. Өсек аяң, бос сөзге құлағы түрік жүреді. Жын пері періштенің сөздерін ести алмайды, дейді. Сосын алақанымен екі көзін бір сипап өтеді де, енді екі көзі ақиқатқа соқыр болды. Көзімен дүние тіршілігін ғана барлай алады. Тәңірдің сырға толы хикметтерін бас көзімен көруге дәрменсіз еттім. Ақиқатты бас көзімен іздейтін болса, міндетті түрде адасады. Күнәға белшеден батады, дейді. Сосын алақанмен аузын бір сипап: аузы Құдайға жақпайтын сөздер айтуға бейім болады. Мағынасыз бос сөзге құмар болады. Бісміллә демесе жеген асы арам болар. Мен мұның 5 сезім мүшесін жаратқаны хикметтерін танудан аулақ еттім, деп мақтанады. Сосын сол жақ кеудесін жұдырығымен соғып: мына жүректегі көңіл көзін бір жола бітеп тастауға айлам жетпеді. Адам баласы түптің түбінде ақиқатты осы жүрек көзімен тауып кетуі мүмкін. Көңіліне надандық пердесін жауып, ақылдан бойын қашық етсем, мал дүниеге малданып, біраз алдануы мүмкін. Тіпті жүрегінде көзі бар екенін ұмытып та қалады. Бірақ Құдайдың оған оң назары түсіп, мейірім шапағат етер болса, надандықтан бет бұрып, хақтың жолына түсер сөзсіз, депті. Содан бастап адам ұрпағының құлағы Тәңірдің хикметіне керең, көзі соқыр, аузы бейпіл сөзге үйір болыпты. Бір құлақтан кірген сөз екінші құлақтан шығып кетеді екен. Мұны қазақта ақпа құлақ деп атайды. Іблістің қастық әрекетінен соң Тәңірі тағала Жебірейілге бұйырып: адамның оң құлағына азан шақыр. Азан арқылы жан сарайына мағыналы тіршілік дарысын. Мәнді сөздер сол құлағынан шығып кетпеу үшін оны тәкбір айтып біте. Менің ұлық есімдерімен сайтан салған әсерді жой, дейді. Осыдан бастап дүниеге келген балаға ат қойып, азан шақыру мұсылман әлеміне сүннет болып қалыпты. Қазақ арасында да осы дәстүр кеңінен таралған. Жас баланың аузына түкірту. Қызыр ата бірде Әзіреті Сұлтанға қонаққа келеді. Яссауи бабамыз шәкірттерін отынға жұмсайды. Жолда жаңбыр жауып, әкелген отынның бәрі су болады. Бықсып жанбайды. Сүлеймен есімді шәкірттің ғана ағашы құрғақ екен. Асты соның отынымен пісіреді. Қызыр сонда: ұлым, сенің шөпшегің неге құрғақ, дейді. Бала былай деп жауап береді: мен отынды шапаныммен орап, су тигізбей әкелдім, дейді. Баланың зеректігіне риза болған Қызыр:
Балам, сенің атың хәкім болсын, Тәңірі саған хикмет берсін деп бата беріп, оның аузына түкіреді. Қызырдан шарапат шығып, Сүлеймен хикметке жүйрік болады. Құранның мағыналы сырларын өлеңге қосып жырлайды. Ел жұрт оның хикметтерін жаттап, Құранға сауат ашылады. Содан бері сыйлы қонақтарға сәбидің аузына түкірту дәстүрі пайда болады. Жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат деген сөз осыдан қалса керек. Ер бала 5 немесе 7 жасқа толғанда оны сүндеттеу дәстүр бар. Оны мұсылмандықтың бір белгісі санаған. Ел арасында сүндеттеуге байланысты айтылатын тағы бір қызықты әңгіме бар. Ертеде Ерден деген кісінің Тілеуберді деген ұлы болыпты. Баласы 5 жасқа келгенде әкесі ұлын сүндеттеуге асықпапты. 7 жасқа келгенде сүндеттермін деп ойлайды екен. Алайда ұлы 7 жасқа толғанда әртүрлі себептермен сүндеттеудің сәті түспейді. Әкесі сүндеттемесе де еш нәрсе етпес деп өз-өзін жұбатып қояды. Бала 15-тен аса бере мезгілсіз қаза жетіп опат болады. Әке шешесі жылап сықтап ұлдарын жер қойнына тапсырады. Бір күні Ерден түс көреді. Түсінде баласының ұнжырғасы түсіп жүр екен. Әкесі одан: «Балам, неге жылап жүрсің? О дүниедегі жағдайың қиын ба?» деп сұрайды. Баласы сонда: «Жоқ әке, мейірімді Құдай мені қинаған жоқ. Бірақ дәрежем басқалардан кем болып жүр. Қатарластарымның арасында кейде өзімді қор сезінемін» деген екен. Баланы қырқынан шығару дәстүрі. Қазақ салтында нәрестені қырқынан шығару кезінде оның тырнағы мен шашын алады. Бұл ғұрыпты көбіне әділдігімен аты шыққан көркем мінез-құлықты кісіге жасатады. Мұсылмандар іблістің адам тәнінде дәрет сындыратын жері тырнақ асты деп сенеді. Адамның тырнағы алынбай асты кірге толса, ібліс сондай лас жерді аңдып жүреді екен. Қазақта ұсақ-түйек өсек сөздерді жинап теріп жүретін адамдарды тырнақ астынан кір іздейді деп сипатта осыдан қалыпты. Адам өліп мәйіті көрге қойылған соң қабір азабы оның тырнағының астынан басталады. Сондықтан мұсылман жұрты тырнақты өсірмей, уақытылы алып отыруға үлкен мән берген. Тырнақты таза ұстау имандылықтың белгісі ретінде саналады. Бөпенің шашын алатын себебі ібліс бейберекет шашылып жатқан шаш қылынан тон тоқып киеді екен. Мұсылмандық бір аңызда Әзіреті Әли іблісті ұстап алады. Ібліс үстіне жылы тон киіп алыпты. Әзіреті Әли: «Ей малғұн, үстіңдегі тоңды қайдан алдың?» дейді. Ібліс болса, адамдар шаштарын алдырғаннан соң далаға тастай салады. Мен соларды жинап теріп өзіме тон тоқып киемін. Ондай адамдарға менің үстемдік етуім оңай болады. Олар халықтың жолында әлсіз келеді депті. Әйел адамдардың да тарақтан түскен шаштарын жинап жерге көміп не болмаса өртейтіні осыдан шықса керек. Шашы өскеннің елі кәпір, тырнағы өскеннің өзі кәпір деген тәмсіл сөз осыған орай айтылыпты. Құрметті тыңдармандар, видеоларды қолдап, жаңадан шыққан шығарылымдарды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыздар.